Фунчоза салатын дайындаймыз. Бисмилля. Бір пиязды турап аламыз. Болгар бұрыштарын жұқалап тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Сұйық майға фаршты жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязды саламыз. Тұз, бұрышын, соя тұздығын қосамыз. Чеснок, сәбіз, болгар бұрышын қосып жақсылап араластырамыз. Фунчозаның лапшасын 5 минутқа қайнаған суға қалдырамыз. Сосын салқын суға шайып аламыз. Барлық ингредиенттерді араластырып дастарханға ұсынамыз. Фунчоза дайын. Сіздермен болған Декреттегі ана.